Армысың қалғалай денсаулық қой. Қазақ деген ұлт бар. Мына жер бетінде келген кезде мына әлемді жаратқан бір жаратушы бар деді. Оны Құдай деді. Сол жаратқан әлемнің бірі мен, адаммын, қазақпын деді. Мен Құдайды көрдім деп айтқан жоқ. Зерттеп зерделей бастадым. Өмір тәжірибесінен өткіздім. Сол тәжірибесінен өткізген кезде мына дүниені жарық не деді. Сөздің негізіндісін. Жаратушы бар, Құдай. Мына әлемді жаратқан. Оның ішінде мына тұрған қара жерді жаратты. Құдай, жаратушы, жаратқан әлем бұл деді. Сол жаратқан әлемнің ішіне адамзат баласын отырғызды, оның ішінде қазақ деген ұлтты отырғызды деді. Айналасын түгел зерттеді. Атау қойды. Таулар, өзендер, көлдер, ағаштарға да атау қойды. Жануарларға да атау қойды. Адамның құлдырау сәтінде айтты. Адам деген бар, кісі деген бар, пенде деген бар деді. Адамға өмір берілген, өмір сүрілу керек деді. Тағдыр деген бар, пешене деген бар, жазмыш деген бар, озмыш деген бар, тауқымет деген бар, талайым деген бар. Дәурене деген сәттер болады адам басында деді. Көрдің ба қазақтыңға? Адам туралы дүние танымы. Құдай жаратқан әлемдегі өмір сүріп жатқан адам туралы. Адам туралы. Осындай дүние танымды айту үшін алдымен адам өмірге келу керек. Сондықтан адамды зерттеледі. Адамның қалай пайда болатынын зерттеп зерделеді. Мына тұрған тастағы суреттерді салды. Мидың нейрондары қазақ салды. Жадырдың ішіндегі адамның пайда болатыны туралы суреттер тасқа салынды. Тәжірибеден өткізіліп бар. Тәжірибе қалай жасалынды? Көрінбейтінді көретіндей. Шырағын жақты маңдайындағы. Санасына орнықтырды. Шешім қабылдады. Керемет екен деп сурет салды. Қазақ алдаған жоқ. Сен тораптан жаралғасың деп, почвадан жаралғасың деген жоқ. Сен аталық, аналықтан, ұрықтан жаралғасың. Ер адам мен әйел адамның жыныстық безін уақ, және қау деген бабалар анықтайды деді. Қазақтың баба деген сөзі қазіргі ғылымның тілімен айтатын болатын болсаң, ол хромосомдар екен. Өмірге келетін адамның жыныстық бездерін анықтайтын X, Y хромосом деген болады екен. Қазақша айтқанда уақ ата, қау аналық. Уақ аталықты, қау аналықты анықтайды екен. Біздің даламызға келгендер алып отыр. Бірақ біздің дүние танымызда ғана уақ деген сөз орап айтсаң, қау деген сөз шығады. Қауды орап айтсаң, уақ деген сөз шығады. Бұл қазақ сөзінің құдіреті. Қазақ Құдай туралы көп айта бермейді. Ол жаңағыдай туылмаған, тумаған деп езіп отырмайды. Оны біреу деп санамайды, ол біреу деп санамайды. Ол жалғыз, одағай, шеткері, дана, дара деп айтады. Осы менен Құдай туралы әңгіме бітеді қазақта. Оның бар екенінде, жоқ екенінде дәлелдеп жатпайды. Құдай деген не деп сұрақ қойса. Құдай дегеніміз ойласам да ойламасам да ойымда тұратын ден. Ойласам да ойламасам да ойымда тұрады ол менің деп. Қазақ қысқа ғана жауап берген. Шарасы біткен кезде ғана Құдайды ойлап отырып, ойында тұрған Құдайды ойлап отырып, жалынып өтініп сұраған. Оғандайын жаратып жіберген, өзіне жақын тұрған әлемнен айтпағын айтып, сұрамағын сұраған. Сол жаратып жіберген әлемінде қазақ деген 20 елден тұратын болса, 3 теледен тұратын болатын болса, мына әлемді ғылымайда 20 аминокислота солға айналып басқарады дейді. Оның 300 нақ препинаниясы бар дейді. Сол қазақтың өзінің 20 ел телесіне дәл келетін жаңа белоктар әлемі. Тәңір сол сенің діңгегің аяғыңды тіреп қойып, қазақ болып өмір сүруге нәр беретін, ұрпағыңды өмірге алып беретін ақиқаттың заңдылықтары сол жерде жазылған деп. Мына тәл әлемнің діңгегі деп есептейді. Ал енді соған сенесің ба, иланасың ба, нанасың ба? Ол сенің өреңнің жеткендігіне байланысты. Санаңның биіктігінен
қабылдаған шешіміне байланысты. Сондықтан қайталап айтам, қазақтың дүниетанымын ұлы жасағым келе ме, онда әлемді Құдай жаратқанын қазақ та білген, жаратушының бар екен, ол үшін одағай дана дара шеткері тағысын тағы атауларымен атап оны санамаған, содан кейін бар да осы жаратып жіберген әлемнің заңдылықтарын зерттеп, кез келген сөзінің артында қазақтың сөздік қоры тұру керек. Егер адам туралы жаратылып ататын болса, қазақтың шежіресі тұру керек. Қалғанның бәрін біздің жауларымыз, бізге келген саяси бағыттар, бізге келген небір религиялар мен вералар баяғыда құртқан. Сөзімнің соңында айтарым былай: қазақ жаратылмай тұрып, Құдайды іздеу де мүмкін емес. Қазақ ақиқатын толыққанда айтамын деп ойлаушы да болма. Әзірге сау болыңдар.